Ал қадірменді оқырман қауым және қазақ әдебиетінің жанкүйерлері, бүгін менің алдымда жатқан кітап Ермек Тілеуғазы деген жазушының әдебиеттегі алғашқы қадам болып саналатын мына бір туынды Қарат Құдайының құлағы. Бұл жинақ. Мына мұқабасының дизайнына қараңыздар, қандай әдемі. Және мында бір бірегей шешімді көріп тұрмын. Үстіңгі оң жағында түркі рунасы. Автордың кітаптың артында фотографиясы бар. Міне қысқаша биографиясы жазулы. Қытайдан Тарбағатай аймағының тумасы екен. Қытайдан көшіп келген. Мына Арман Әділбек пен Тілек Рысбектің пікірлері жазылған. Негізі бұл кітап осы менің досым Тілек Рысбектің Аспан Продакшн деген баспасынан осы жылы шыққан болатын. Сосын негізі бұл кітапты мен кітаптың тұсаукесерінде алғанмын, Ермекпен де сол кезде танысқанбыз. Бұл кітаптың шығуына ат салысқан адамдарына редактор Рысбек Дәбей деген жазушы, білуіңіз мүмкін. Корректоры менің танысым, өте дарынды ақын жас жігіт Тілеубек Батыс деген. Мұқабаның иллюстрациясын жасаған жас режиссер Самғар Рахым. Бұлардың көбісі осы біздің Қытайдан, Шыңжаңнан келген қандас туысқандарымыз, бауырларымыз, Ермекпен қоса. Ал енді бұл кітапты мен жинақ дедім. Бұл кітапқа жаңағы Азбан повесі кіреді, сосын әңгімелер топтамасы, Томпақ, Қарат Құдайының құлағы, Саят, Жер-шарының еңбек нүктесі, Жұлдызды түн кездесуі. Жақсы жазылған, шұрайлы тілмен философиялық сұрақтар қояды автор. Бұлардың арасында маған ең ұнағаны Саят әңгімесі. Бастапқыда бұл адамның есімі деп ойлап қалдым да, қателесіп. Соны оққан соң бұл Абайдың Қансонарда бүркітші шығаданға деген әйгілі өлеңмен үндес екен. Сол Қансонарда бүркітшілердің түлкіні аулауға, Саятқа шығуы баяндалады да, өте сондай керемет, көркем, әдемі тілмен. Сондықтан бұл әңгіменің аты да Саят. Бұл енді мазмұны. Ал енді Ермек жазушы ретінде дарынына келсек, әдеби дарынына, бұның әлеуеті зор деп ойлаймын. Қазақ әдебиетіндегі келешегі де үлкен деген, келешегі де зор болады деген үміттемін, тілектеспін. Оның әсіресе мына табиғатты, жануарларды сөзбен кескіндеуі өте ерекше. Ермекті мен 21 ғасырдың Оралхан Бөкей немесе Мұхтар Әуезов деп айтсам артық кетпеспін. Мысалы қараңыздар, мына бірінші бетін алайық та, Томпақ деген әңгімені. Қараңыздар нені? Табиғатты қалай бейнелейді. Жай қалай өскен құрақтар бастау басын құлпыртып, күн нұрына ентелесе қарап, қуанышын бусанған, жердің жалтылдаған күміс шықтарымен бөлісіп, мол шаттық сәулесін күн нұрымен тоғыстырады. Жайлау сырын барынша айқындап, жасыл дала еріксіз таңғы тұнжыраған кірпияз қабағын жазып, арайлы таң сәулесімен еркелейді. Керілей есіне бойын жиып, кербес қабағын жайып, мейірімге мейір қосып, еміріне детте кете береді осылай. Енді мына Рысбек Дәбей деген жазушының алғы сөзінде былай жазады: мәтінді оқып келе атып, кідіріп қайта басынан оқуға тура келетін сәтте болады дейді. Онысы рас, сондай болды мен де оқығанымда. Бұл енді бір жағынан Ермектің артықшылығы дейді, екінші жағынан кемшілігі саналуы да мүмкін. Енді Ермектің әдебиеттегі алғашқы қадамдары болғандықтан, енді мұндай кішігірім нелер де болуы әбден ықтимал. Ендігі айтарым, осындай кітаптарды көбірек оқуымыз қажет, өйткені біздің тіліміз жұтаңдап барады. Ол енді жаңағы ақын жазушылар, лингвистер, филологтар күнделікті осындай сөздерді қолданбаса, біз енді қолданбаймыз.
Оны енді екінші жағынан орыс тілінде ықпалы зор, орасан ықпал етті. Сосын мына технологиялық процесте әсер етеді. Біздің лексиконымыз өзгереді, тілде бір орында тұрмайды. Бұл енді бірінші жағынан жаңағы Ермек сияқты жазушыларды қолдаудың себебі бұлар біздің тіліміздің өлмей өшпеуімізге үлкен үлесін қосып жатыр. Екінші жағынан біз өзіміздің сөздік қорымызды байытамыз, ұлғайтамыз. Егер осындай кітаптарды көбірек оқысақ, сосын енді қазақ әдебиетіне де қолдау көрсетуіміз керек. Жалпы әдебиетке үйрету керек те, өйткені көбіміз қазір мына телефонда отырамыз ғой, тиктоктан, инстаграмнан, әлеуметтік желілерден шықпай дегендей. Ал мынандай кітаптарда әдеби тіл қолданылады. Мына сондықтан біздің де сөз саптауымыз дұрыс, әдемі, көркем болу үшін кітаптарды оқу қажет деп ойлаймын және соған шақырамын.